Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер грузиннің ұлттық тағамы хинкали дайындайтын боламыз. Оған қажетті бізге алдын ала тартылған ет және туралған құйрық майы, жуа, сарымсақ. 3 жуа алсақ жеткілікті. Сарымсақ пен жуамызды блендерден өткізіп алып, салмамызға, етімізге араластырамыз. Енді оның қамырын дайындаймыз. Енді ұнның мөлшері өздеріңіз дайындайтын хинкалиға байланысты аласыздар. Тұзымызды қосып, сумен араластырып қамыр илейміз. Достар, суымыз міндетті түрде салқын болу керек. Мұздатылған, алдын ала мұздатқышқа, болмаса тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Осылай жақсылап тұрып, қатты қылып, тығыздап қамыр илейтін боламыз. Біз қамырға күшімізді көп жұмсаймыз, және ол бізге примерно 10-15 минуттай уақытымызды алады екен. Осылай қайта-қайта иілеп иін қандыратын боламыз. Мұны құрам қараңыздар, қаншалықты оның қатты екендігін, сондықтан міндетті түрде оның иін жақсылап тұрып қандыруымыз қажет. Бар күшімізді жұмсап, мүмкіндігінше. Жақсылап илеп болғаннан кейін қамырымызды демалттырып, бетін жауып қоямыз. Енді оның салмасына көшсек, алдын ала барлығын салып дайындағаннан кейін оның дәмдеуіштерін қосамыз. 2 шай қасықтай тұз салдым мен, және әртүрлі приправалар. Мен бұл жерде хмели сунели және шөптен базиликті қолдандым. Яғни араластырып, жақсылап тұрып салмасын біркелкі қылып аламыз. Және бұл хинкалидің салмасы сұйық болу керек, сондықтан су қосамыз бұған. Мына осындай біркелкі болу керек. Демалып тұрған қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыздың жұқа болмайды. Қамырдың көлемі мына жерде 1-3 сантиметрдей қылдырып илеп жазып аламыз. Одан кейін арнайы кескіштермен, болмаса насаткілер әртүрлі дөңгелекше келген. Енді бұл сіздердің хинкалидің көлеміне байланысты үлкен немесе кіші қылдырып алуға болады. Осылай кесіп дайындап аламыз. Одан кейін осы дөңгелекшерді жаймен өз формасына келтіріп илей бастаймыз. Илеп келтіргеннен кейін ішіне салмасын салып, хинкалиді дайындай бастаймыз. Қамырды біріктіреміз. Барлығы бір жерге шоғырлану керек. Сондықтан видеода көрсетілгендей осылай жасасаңыз болады. Қолымызды үйретіп, машықтануымыз керек. Барлық қамырды бір жерге жинақтағаннан кейін біріктіріп, үстіңгі жағын аздап пышақтың көмегімен, болмаса қайшымен, асханада пайдаланатын әдемілік үшін қырқып алып тастауға болады. Мен бұл жерде көбірек кесіп қойыппын. Шетін алсаңыз да болады. Осылай қайталап хинкалиларымызды дайындай бастаймыз.
Енді дайындап болғаннан кейін алдын ала қайнатылған суға хинкалимізді саламыз. Басынан жоғары жағынан салғанымыз жөн, өйткені жабысып қалмауы керек. Және осылайша былғап араластырып қоямыз. Одан кейін 10-15 минутқа баяу отқа пісіріп аламыз. Міне хинкалиміз дайын, бұрыштап. Мен арнама қосылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.